Сәлем достар, бүгін сіздермен қысқа арнап компот жабуды үйренеміз. Ешбірі де атылмайтын, тәбет ашатын және де дәмі өте әдемі, сондай компотты жабуды үйренеміз. Ең бірінші достар, осылай әрбір банкамызды жуып, жақсылап стерильдеп аламыз. Одан бөлек алмамызды, қосатын затымыздың барлығын жуып дайындаймыз. Мен мына жерде біраз алмалардан ассорти жасадым, біраз жемістерден алма, сарыөрік, мінекей жүзім, бәрін жақсылап жуыңыздар, иә. Жүзімнен де кишмиш бар ғой, қара жүзім, сондай қостым. Шиеден қостым, және де осындай алхорыдан қостым. Егер қаласаңыздар, шие орны черешня қосуға болады, және де кез келген жеміс түрінен араластырып жасасаңыздар болады. Және байқасаңыздар, жүзімді сабағымен бірге салған өте жақсы, өте әдемі көрінеді. Енді осы жемістерді салғаннан кейін үстіне ыстық қайнап тұрған суымызды құямыз. Құйып, бетін жауып, 20 минутқа қалдырамыз. Қыздар, 20 минут өткеннен кейін осы қайнап тұрған суымызды, осы банкадағы тұрған 20 минут тұрған суымызды қайтадан үлкен кастрюляға құйып, соған арнап қантымызды дайындаймыз. 2 литрлік банкімізге 200 грамм қанттан, 3 литрлік банкімізге 300 грамм қанттан қосасыздар. Сол қанттарды өлшеп дайындап алып, жаңағы қайнап тұрған кастрюльдегі суымызға салып, ерігенше қайнатамыз. Осылайша 2 рет қайнаған суымызды, екінші рет қантпен бірге қайнаған суымызды қайтадан банкаларға құйып, қақпақтарын жауып, жапқышпенен жауып шығамыз. Қыздар, мен бұл рецепті өзім жеңгемнен алдым. Мен бұған дейін жасап көргенмін, оның ешбірі ұнаған жоқ. Сосын жеңгемнің осы компоттың дәмін көргеннен кейін сол кісіден рецептін сұрап алғанмын. Сол үшін жақсы рецепті сіздерге де ұсынамын. Осы бойынша жасап көріңіздер. Өте жақсы шығатынына мен сенімдімін. Шиенің орнына черешня қоссаңыздар болады, қара өрік қоссаңыздар болады, алхорының орнына. Түс береді. Түсін көрдіңіздер, қандай әдемі болып шығады. Қонақ келгенде графинға құйып қойсаңыздар да, өте дастарханды сондай жақсы ашады. Бұның ішіндегі жемістерді балаларға да беруге болады қыстың күні. Сол үшін таптырмас сондай жақсы сусын бәріңізге жасауға кеңес берем. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Ас болсын.